Қоғамдық объектінің қолжетімділігі ең төменгі талаптар оқыту бағдарламасының келесі тақырыбын зерделеуге көшеміз. Біз қолжетімділік элементтерін зерделеуді бастамас бұрын халықаралық құқықпен, қазақстандық заңнамамен, нормативтік құжаттармен, салалық министрліктердің стандарттарымен және бұйрықтарымен реттелген кедергісіз ортаны қалыптастырудың заңнамалық және нормативтік негіздерін қарастыруымыз қажет. Біздің елімізде Конституцияның ең жоғары заңды күші бар. Конституция мүгедектігі бар адамдар туралы мазмұндайтын арнайы нормалар жоқ. Өйткені конституциялық нормалар мемлекеттің барлық азаматтарына бірдей қолданылады. Конституция әр адамның құқықтары, жеке қасиеттеріне, әлеуметтік мәртебесіне немесе физикалық мәліметтеріне қарамастан тең болады деп тұжырымдайды. Конституцияның 14 бабының 2 тармағында тегіне әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды деп көрсетілген. Мүгедектің болуы кез келген басқа жағдайларға толық құқықпен жатқызуға болады. Конституцияға сәйкес заңды күші бойынша келесі шарттар Қазақстан ратификацияланған халықаралық шарттар болып табылады. Олар жергілікті заңдардан басым. Біріккен ұлттар ұйымының мүгедектігі бар адамдардың құқықтар туралы конвенциясы 2006 жылы Біріккен ұлттар бас ассамблеясының қабылданған және 2008 жылы күшіне енген халықаралық шарттары болып табылады. Қазақстан конвенцияны 2015 жылы ратификациялады. Сондықтан біздің жұмысымызда ол негізгі құжат болып табылады. Конвенцияның 9 тарауы қолжетімділік тақырыбына арналған. Онда Қазақстан мүгедек адамдарға басқалармен тең дәрежеде физикалық ортаға, көлікке, ақпарат пен байланысқа, сондай-ақ қалалық, сондай ауылдық аудандарда халыққа көрсетілетін басқа да объектілер мен қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қабылдауы тиіс екені көрсетілген. Осы конвенцияға жеке халықаралық құқықтық құжат қоса беріледі. Бұл факультативтік хаттама, оны Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясымен бір уақытта конвенциямен бірге қабылданғанына қарамастан, хаттама жеке ратификациялау рәсіміне жатады. Хаттаманы ратификациялау қазақстандықтарға конвенцияның қандай да бір ережелерін бұзудың құрбаны болғаны туралы Біріккен ұлттар ұйымының бейінді комитетіне шағым беруге мүмкіндік береді. Президенттің жарлығымен хаттамаға 2008 жылы қол қойылды, бірақ ратификациялау рәсімі әлі аяқталған жоқ. Қазақстан таяу уақытта факультативтік хаттаманы ратификациялауға дайындалуда, бірақ қазіргі уақытта бұл құралды жұмыста пайдалана алмаймыз. Біріккен ұлттар ұйымының мүгедектігі бар адамдардың құқықтары туралы конвенциясының талаптары ұлттық заңнамада көрініс тапты. Осыған сәйкес мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын сақтау және қорғау саласындағы мемлекеттік саясат айқындалды. Объектілерге еркін қол жетімділікті қамтамасыз ету қажеттілігі мүгедектігі әлеуметтік қорғау туралы заңмен реттеледі. Қол жетімділікті 25 бап арналған. Онда мүгедектігі бар адамдардың ұлттық стандарттарға сәйкес тұрғын үйлерге, қоғамдық және өндірістік ғимараттарға, құрылыстар мен үй-жайларға қол жетімділігі болуы тиіс екені айтылған. Қолжетімділік мәселелері шешуде негізгі ауыртпалық жергілікті атқарушы органдарға жүктеледі, ал кәсіпкерлер мүгедек адамдарға ғимараттар мен үй-жайларға, көлікке кедергісіз қол жеткізу үшін жағдай жасауға міндетті. Сәулет қала құрылысы және
құрылыс қызметі туралы заңның 7-ші бабында азаматтардың елді мекен аумағы шегінде мүгедек адамдарға және халықтық жүріп-тұру шектеулі басқа да топтарына қолжетімді мекендеу және тіршілік ету ортасына құқығы бар екендігі айтылған. Лауазымды адамдардың, сондай-ақ кәсіпкерлердің қоғамдық объектілерге кедергісіз қол жеткізуге арналған жағдайларды қамтамасыз етпеу Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартуға әкеп соғады. Осы кодекстің 83-ші бабында Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңнамасын бұзу, қолжетімділік саласындағы бұзушылықтар, сондай-ақ осы бұзушылықтар үшін айыппұл санкцияларының мөлшері атап көрсетілген. Кодекстің 83-ші бабында қандай бұзушылықтар көрсетілген? Бұл мүгедектердің әлеуметтік және көліктік инфрақұрылым объектілеріне, ойын-сауық іс-шараларына қол жеткізуін қамтамасыз етпеу, жұмыс берушінің мертігуге ұшыраған мүгедектерді кәсіптік оңалту саласындағы міндеттерді сақтамауы. Бұл әрекеттер лауазымды тұлғалар мен кәсіпкерлерге айлық есептік көрсеткіш 50-ден 400-ге дейін айыппұл санкцияларын салуға алып келеді. Бір жыл ішінде қолжетімділікті қайта қамтамасыз етпеу айыппұл санкцияларының айлық есептік көрсеткіштің 80 мен 600-ге дейін ұлғаюына әкеп соғады. Айыппұл санкцияларының сомасын қабылдаудың ыңғайлылығы үшін біз сіздердің назарларыңызға ұсынатын кестені әзірледік. Заңнама сақталу қоғамдық объектілердің мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді болуын қамтамасыз етуі тиіс өлшемдерді егжей-тегжейлі регламенттейтін құрылыс саласында арнайы нормативтік құқықтық актілерін қамтиды. 3.06.101/2012 халықтың қауқар аз топтары үшін қолжетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, жалпы ережелер жинағы негізгі құжат болып табылады. 1 шілде 2015 жылдан бастап өзгерістер мен толықтырулармен қолданысқа енгізілген, онда құрылыс нормативтерінің басқа қоғамдық ғимараттар мен құрылыстардың қолжетімділігін қамтамасыз ету нысандарына тікелей сілтеме жасалады. Бұл А нұсқасы әмбебап жоба және Б нұсқасы ақылға қонымды бейімделу. А нұсқасы мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді орындардың кеміне 5% қызмет көрсету үшін бөлуді белгілейді. Б нұсқасы кіру деңгейінде мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді арнайы үй-жайларды немесе қызмет көрсету аймақтарын бөлуді көздейді. Бұл нұсқа бүкіл ғимаратта қолжетімділікті қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда ғана қолданылады. Осы ережелер жинағы қолданысқа енгізілгеннен кейін мүгедек адамдар үшін қолжетімді қоғамдық объектілер жобалану, салыну тиіс. Егер 2015 жылдың 1 шілдесіне дейін салынған қоғамдық нысанда қолжетімділікті қамтамасыз ету қандай да бір себептермен мүмкін емес деп танылса, онда объектінің меншік иесі жүріп-тұруы шектеулі азаматтардың қолжетімділіктерін барынша ескеретін қажетті шараларды әзірлеп жүзеге асыру тиіс. Оларды біз білетіндей ақылға қонымды бейімделу деп атайды. 3.06.101/2012 құжатына басқа өмірдің әр түрлі салаларына қолжетімділікті қамтамасыз етуді реттейтін бірқатар басқа құрылыс нормалары мен ережелер жиынтығы бар. Олардың мәтіндерін қосымша материалдардан таба аласыздар. Біріккен ұлттар ұйымының мүгедек адамдардың құқықтары туралы конвенциясының міндеттерін іске асыру жөніндегі іс-шараларды келелі көлемі мемлекеттік бағдарламалар мен жоспарларды көрініс табады. Бірінші маңызды құжат деп Қазақстан Республикасының мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдардағы арналған іс-шаралар жоспарын санауға болады.
28 мамыр 2019 жылы Қазақстан Республикасының мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейін ұлттық жоспар қабылданды. Ұлттық жоспар мүгедек адамдардың құқықтары туралы конвенцияны ратификациялауға және 2030 жылға дейін инклюзивті қоғамды қалыптастыруға байланысты. Қазақстан Республикасының қабылдаған міндеттемелерін іске асыру мақсатында әзірленді. Ұлттық жоспар шеңберінде қызметтің басым бағыттарының бірі кешенді, қолжетімдік және кедергісіз орта болып табылады. Тағы бір стратегиялық құжат 2015 жылғы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы қабылдаған біздің әлемді қайта құру 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған орнықты даму саласында күн тәртібі қатарын атап өту қажет. Бұл құжатта адамдардың жаһандық мәселелері тұрақты дамуының 17 мақсатында белгіленген. Осы мақсаттарда Біріккен ұлттар ұйымға мүше барлық мемлекеттер, соның ішінде Қазақстан да қол қойды. Кедергісіз ортаны қалыптастыру жөніндегі бағыт 11-ші тұрақты қалалық және елді мекендер мақсатында жатады. Осы мақсатты іске асыру үшін шеңберінде 2030 жылға қарай Қазақстан барлық жасыл аймақтар мен қоғамдық орындарға, әсіресе әйелдер мен балалар, қарттар мен мүгедек адамдар үшін қауіпсіз, қолжетімді және ашық қоғамдық орындарға жалпыға бірдей қолжетімдікті қамтамасыз ету қажет. Оқыту бағдарламасының осы бөлігін қорытындылайық. Мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді орта қалыптастыру саласында Қазақстан 2015 жылғы 20 ақпанда біздің елімізді ратификациялап Біріккен ұлттар ұйымының мүгедек адамдардың құқықтары туралы конвенциясын көзделген бағытта әрекет етеді. Бұл мүгедек адамдардың жүріп-тұру еркіндігі мен қоршаған кеңістіктің қолжетімділігіне, құқықтары мен бостандықтарының қамтамасыз етуді және қорғауды көздейді. 1 шілде 2015 жылдан бастап Қазақстан қолжетімділіктің жаңа нормативтері қолданысқа енгізілді. Мүгедек адамдардың әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілеріне кедергісіз қол жеткізуіне арналған жағдайларды қамтамасыз етпегені үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Келесі бөлімде біз қоғамдық ғимараттар мен үй-жайларындағы қолжетімділік элементтерін қарастырамыз.